Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен ұяшық деп аталатын осы салаттың классикалық рецептімен бөлісемін. Ол үшін ең алдымен екі орташа картопты сыртын қабығын ашып, одан соң үккіштің осындай ұзын көзімен толықтай өткізіп аламыз. Салқын суға толықтай барлығын шайып аламыз. Содан соң қағаз майлыққа төсеп, артық ылғалының барлығын сорып дайындап аламыз. Барлық артық ылғалы кеткен соң шет-шетінен алып, кішкене ғана бөліктен бастап, қызып тұрған табаға барлыққа қызарғанша пісіріп аламыз. Өте тез піседі, сондықтан да араластырып отыруды ұмытпаймыз. Міне осылайша тез піседі және бұны да барынша майын сорғытып, одан соң қағаз майлыққа төсеп, артық майын барлығын сорғытып аламыз. Және достар, мені каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Қазақ тілді контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосуыңызды сұраймын. Кез келген рецепт ұнаса, өздеріңіздің лайктарыңызды басып, комментарий жазып, ең бірінші көру үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ары қарай жалғастырайық. Осымен дайын болды. Енді бізге керекті заттар міне майонез, 3 жұмыртқа, тауықтың төс еті және 2 дана қияр. Ең алдымен қиярды алып, осылайша ұзынша етіп тураймыз. Және де мендегі бұл рецепттегі майонез қолдан жасалған. Оның рецептісін мен описание бөліміне кішкене ғана сілтемесін қалдырамын. Сол рецептін дайындап көріңіздер. Ешқандай құрамында артық қоспасы жоқ, барлығы үй жағдайында жасалған. Өте керемет дәмді болып шығады. Осымен біздің қиярымыз дайын болды. Оны турап табамызға саламыз. Одан соң тауықтың төс етін осы суға пісіріп алдым. Оны да міне осылайша ұзынша етіп турап оны да дайындаймыз. Бұны да қиярдың үстіне саламыз. Одан кейінгі кезекте бізде піскен жұмыртқа, оны да ұзынша етіп турап дайын салаттың үстіне қосамыз. Сонымен барлық ингредиенттер бізде туралып болды. Енді бұның үстіне дәміне қарай тұзын, бұрышын салып, және жаңағы үй жағдайында дайындалған майонезден 2 ас қасықтай салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл салатқа әркім өз қалауынша кукуруза немесе басқа да ингредиенттер салса болады. Мен бұл жерде классикалық рецептімен бөлісіп жатырмын. Осымен біздің салатымыз дайын. Енді оны арнайы өзіміздің қалаған ыдысымызға салып, кішкене ғана осылайша төбешік жасаймыз. Және бұның үстіне жаңағы піскен картофель пайымызды толықтай орналастырып, яғни құстың ұясы секілді орналастырып шығамыз. Және бетінің өз қалауларынша әрлесеңіздер болады. Мен жай ғана әскөкпен әрледім. Ас болсын.